Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын восточный пирог пісіреміз. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық керек заттарды описанияға жазып қалдырдым, сонан көрсеңіздер болады. ұн мен май жақсы араласқан соң осылай дара болу керек. Енді бізге қантымыз бен қамыр қопсытқышымызды салып, оны да араластырып аламыз. Осы сәтте біз бір жұмыртқамызды салып, қамыр болып шыққанша жақсылап мыжып аламыз. Міне осындай біріккен қамыр шығу керек. Осы тұста біз 15-20 минутқа пленкаға орап, біраз тындырып қоямыз. Себебі қамырымыз жұмсарып, бірігіп, жақсы жайылу үшін. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы пирог пісіретін қалыпқа бірінші шетін жақсылап барлығын жабыстырып шығамыз. Дәл осылай барлық жеріне қамырды осылай жабыстырып шығамыз. Осы тұста дайын болған қамырымызға кептірілген жемістер мен жуылған дәнектерімізді үстеріне қойып шығамыз. Барлық кептірілген жемістеріміз бен дәндерімізді салып, үстіне қоюландырылған сүтімізді құйып, яғни сгущенкамызды салып, бетіне жағып шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, біздің отбасымызға қатты ұнады. Менің видеом ұнап жатса достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Барлығын осылай жағып болған соң 20 минутқа 180 градуста пешке жібереміз.